Шығыс Қазақстандағы Риддер жылу электр орталығы бұдан бұлай Өскемен жылу жүйесі мекемесінің бір бөлімшесіне айналады. Демек, кезең-кезеңмен коммуналдық меншікке өтеді. Қазір тиісті құжаттар рәсімделіп жатыр. Ең бастысы бұл өзгеріс жылу станциясына еш кедергісіз жөндеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Мекемені қалыпқа келтіруге қанша қаражат керек? Станцияны толықтай іске қосу мүмкін бе? Сюжеттен білейік. Құлаған қабырға, тозығы жеткен жабдықтар, талай жыл күрделі жөндеу көрмеген көне ғимарат. Бір маусымда 2 рет жарылыс, 3 рет өрт шыққан отын тасымалдау желісі. Риддер жылу электр орталығы дәл осындай қаусаған күйде коммуналдық меншікке өтпек. Жаңа инвестор болмайды, сондықтан бүкіл жауапкершілік әкімдікке жүктеліп отыр. Поэтому работать будем мы. Наши коммунальные структуры. Осы жерде өзіміз жұмыс істейміз. Бұл жылу орталығы Өскемен жылу жүйелері мекемесінің құрамына кіреді. Бүгін келісім жасалды, заңдық тұстары ғана қалды. Дегенмен біз станцияға кіріп жұмысты бастап кеттік. Қазір мұнда 130 адам жұмыс істеп жатыр. Мен деген мықты мамандар алдымен жылу қазандықтарын қалыпқа келтірмек. Бұдан бөлек қаңсып тұрған құралдар жетерлік. Бәрін шетінен жаңартпаса болмайды. Перед нами стоит очень большая задача практически перестроить новую ТЭЦ. Қысқаша айтқанда, біз осы жылу орталығын қайта құруымыз керек. 3 турбина, 6 қазандық жөнделеді. Оларға қосымша қаншама құрылғылар мен жабдықтар бар. Бәрі ескірген. Уақыт тығыз, шаруа көп. Алдын ала есеп бойынша 6 миллиард теңгеден астам қаражат керек. Негізгі жұмыстарды қыркүйектің ортасына қарай аяқтау жоспарланған. 22 мың тұрғыны бар Кеншілер қаласының келер қысқа дайындығы осылай үлкен қарқынмен басталды. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы. Хабар.